қарадан қарап, менің ұлым Думан 7 жылға бостан босқа сотталып кетті. Шындықты айтам деп. Қаңтарда қырылған биттей қызды неге атты, сол үшін шырылдап Қырғызстанға түсіп, халықтың ойлы шұңқыр қымбатшылығын айтты. Сонда елдің бәрі мақтады. Думан, сен арыстансың, Думан, сен жолбарыс, сен қасқырсың, Думан, сен керемет. Айтын, Думан, сенбе үйтіп мақтағанға, сені алдап бір күн орға жығады. Ешкімге сенбе дедім. Жоқ, мен қалқыма сенем, қалқыма. Қане сенген қалқы. Bir келуге жараға жоқ, 20-30 белсендіден басқа. Оны мен қоймай айтады, чұрым бірім белсенді деп. Чұрым бірім емес, ол белсендер нағыз білімді, білікті белсенділер. Халықтың ұрпағын ойлайтындар, ұрпағын ойнабайтын қорқақ, қоян жүрек, сорлыдар тығылып отыр, менің ұлымды қасқыр деп 7 жылға соттатып жіберді. Қайда халқы? Халқыма